Ақерке Сержан жайлы таң қалдырған ақпаратпен бөлісті. Ақерке сонымен қатар Сержанның былығын айтып тастады. Мұндайды тіпті Назым ханым да күтпеді. Ақерке Инстаграм әлеуметтік желідегі парақшасында мисс Ақерке қызымыз Сержанның өтірігін әшкереледі. Ақерке, сіне өкінген түгі де жоқ. Историясында мәз мейрам. Вот именно только историясына өкінетін шығар өтірік. Кейіттен қорқып, сіне өкінген адам ештеңе жасамаған кінәсіз адамның алдыма сөйлесуге келетіндей күші болар еді. Өтірік для галочки бір келдім, мен шықпай қойды. Менімен ұрысты деп өмір сүре берсін. Деп Сержан жайлы ағынан жарылды әппақ ерке қызымыз. Ақерке сонымен қатар Сержан мен жұптық арақатынасы жайлы көрермендердің сұрақтарына тағы да жауап берді. Ақерке Сержанға деген өкініші жайлы жайып салды. Ақерке, ал мен расымен өкінем, айырылысқаныма емес, бірге жүріп бір жылдан көп уақытымды бекер өткізгеніме? Деп Ақерке көзіне еріксіз жас алды. Ақерке сонымен қатар Сержан жайлы естімеген былықты жайып салды. Сонымен қатар қосылайық эфиріндегі Сержанның ұсынысы жайлы да ағынан жарылды. Осылай шағып сөйлейтін бейшараларды көрсем өже құсқым келеді, жиіркенішті. Мен адам баласынан ештеңе сұрамағам. И тем более ұсынысты. Делать мне ничего, бір жылымда хайпқа арнап. Кейбір адамдар шын болған арақатынастарды хайп деп, ешқашан шын болмаған арақатынастарды ойбай шынайы дейді. Очень смешно. Деп Ақерке қызымыз ашуға булықты. Екі тарапта өз шындығын күнделікті стористерінде айтып ағынан жарылды. Сержан мен Ақерке неге олай жасады? Кейбір көрермендер қосылайықтың жаңа маусымына қатысушы ретінде есеп беріп жатыр деген болжамға келсе. Тағы кейбір қолдаушы апалар Ақерке Сержаннан бас тартқаны жайлы жарыса жазып жатыр. Осымен бәрі бітті ме, ол жағы әзірге белгісіз.